37-38 размерге арналған бопшымыз. Сәлематсыздар ма қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте мынандай стильді және де бізбен тоқылатын слитке тоқып үйренеміз. Оғамыз мен осындай екі түрлі жіпті пайдаландым. Екі түрлі жіпті пайдаландым және 2,5 миллиметрлік бізді пайдаландым. Ал бастайық. Мен мына көк жіптен алып бастадым. Ең біріншіде 5 жіптен бастаймыз. 5 жіп. 1, 2, 3, 4, 5 жіптен бастадым. Жібімізді суырып, 5 жібімізді бірінші қатар оң тоқимыз. Бірінші қатарымызды оң тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5. 5 жібімізді тоқыдық. Енді айландырып, аяғымыздың басы ғой. 5 жіптен бастадық. Осының біртіндеп үлкейтеміз. Ол үшін біз жіп қосып алып отырамыз. Міне, бірінші жібімізді шалып алдық. Бірінші жібімізді шалып алдық. Екінші жібімізді оң тоқып аламыз. Одан кейін міне екінші жіптің жанынан жіпті көтеріп, осы жерден бір жіп қосамыз. Енді бір жібімізді тоқып, келесі жағынан жіп қосамыз. Мына жерден жібімізді көтеріп, оң жағынан жүргенде ғана қосып алып отырамыз. Ал сол жағынан, теріс жағынан жүргенде, теріс қатарынан тек қана жіпті түгел оң тоқып шығамыз. Теріс жағынан жіпті қоспаймыз. Бұл теріс жағынан жіпті қоспаймыз. Барлық жіптерімізді оң тоқып шығамыз. Оң жағына келдік, міне оң жағынан. Оң тоқитын тағы міне бір жіпті іліп аламыз. Екінші жібімізді тоқимыз. Екінші жіптің алдынан бір жіп қосып алып, тек қана оң тоқып отырамыз. Просто оң жағынан келгенде алдынан бір жіп, артынан бір жіп қосамыз. Екі жібіміз қалды. Мына жерден жібімізді қосып, оң тоқып аламыз. Теріс жағынан тек қана жібімізді түгел оң тоқып шығамыз. Алдыңғы қатарда қостық қой, бұл қатарда қоспаймыз. Алдыңғы қатарда қосып алдық, бұл қатарда қоспай бәрін оң тоқып аламыз. Енді мына қатардан қосамыз, оң жақ бетіне. Дәл осылай бір жіпті шалып іліп алып, екінші жіпті тоқып, үшінші жіпті, екінші жіптің жанындағы жіпті көтеріп, дәл осылай бір жіп қосып алып, соңында екі жіп қалғанда тағы бір жіп қосып, тоқып келдік. Соңына келгенде екі жіп қалғанда мына жіптен көтеріп, жанындағы жіпті былай оң жіп қосып аламыз. Бір жіп қосып аламыз. Дәл осылай өстіп
оң жағында қосасыздар. Келесі қатарда қосылмайды. Дәл осылай қосып отырып, аяқтарыңызға өлшеп аласыздар. Мен 27 болғанша қостым. Бізімде 27 жіп болғанға дейін қостым. Сіздер аяқтарыңызға өлшеп отырып, размеріне қарай, аяқтың үлкен кішісіне қарай өлшеп, қанша жіп қажет сонша қосасыздар. Мен 27 жіп болғанша тоқып алдым. Теріс жағынан қоспаймыз. Келесі қатарымызда қосып, мына қатарымызда қосып, мына жерге дейін тоқып алдым. Аяқтың размеріне өлшеп. Сіздерде солай қазіргі оң жақ бетінен тоқып, қосып, келесі бетінде қоспаймыз. Дәл солай 27 жіп болғанша бізімізде тоқимыз. 27 жібімді тоқып алдым. Мына бөлігі. Енді екінші бетімізді алып қосамыз. Бұл жерде уже келесі басқа светті қосқанда біз уже узорымызды бастаймыз. Ол үшін бірінші қатарда оң тоқып шығамыз түгел. Осы бір қатарды түгел оң тоқимыз. Соңына дейін осылай оң тоқимыз. Бұл узорымыздың уже бірінші қатары болады. Бірінші қатарында оң тоқимыз. Узорымыз өзі 6 қатардан тұрады. Оң тоқып шықтым. Енді біз жұмысымызды айландырып, енді екінші қатарда теріс тоқимыз. Теріс тоқып келдік соңына дейін. Енді узорымыздың үшінші қатарында біріншісін іліп аламыз. Біреуіне шалып аламыз. Екіншісін теріс тоқимыз. Теріс жағынан. Үшінші жіпті үшінші жіптің артынан өткізіп, тоқымаймыз, өткізіп, екі жіптің ортасынан үшінші мен төртінші жіптің жібімізді шалып алып шығарып, тағы бір жіп шаламыз да, үшінші жібімізді бұлай тоқимыз. Бір жіпте бір алғанда 3 жіп болды. Одан кейінгісін теріс тоқимыз. Одан кейін қайтадан екі жіптің ортасынан өткізіп, жібімізді шалып алып, шығарып, мына жақтан жібімізді шалып, мына жіптен тоқимыз. 3 жіп болды. Келесін теріс. Жіпті өткіздік. Татып шығарамыз. Мына жақтан жібімізді шаламыз. Жаңағы жібімізден бұлай тоқып аламыз. Келесін теріс тоқимыз. Тағы да мына жіптен өткіздік. Бір жіп теріс тоқимыз. Екіншісінде узор жасаймыз. Дәл осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Жібімізді өткіздік. 3 жіп болды. Бізімізде 3 жіп. Келесін теріс.
Ne kadar da birinci, üçüncü kadar uzorumuzdan bu. Üçüncü kadarı ne tokup çıktık. Endi ters жағына aylandırıp birinci jibimizde şalıp alıp ikinci jipte oң tur ғой. Oң jipte oң toquymiz. Жаңағы uzor жасаған үш jibimizde ters toquymiz. Үш jibimizde ters alamыз. Алдындағы қатарда теріс тоқығанымызды міне оң тоқимыз. Жаңағы үш жібімізді теріс тоқимыз. Сонда бір оң, бір теріс болып шығады. Аны теріс тоқимыз. Сіздерде қағида емес. Қандай біз пайдаланасыздар, қандай жіп пайдаланасыздар. Өздеріңізге ыңғайлы жіппен, қалаған жіптеріңізбен тоқи бересіздер. Осылай аяғына дейін алдындағы жасаған узорымызда теріс тоқимыз. Алдындағы теріс тоқығанымызды оң тоқимыз. Өзі оң болып көрініп тұр, осыны оң тоқимыз. Өстіп аяғына дейін тоқимыз. Соңына келдім. Соңғы бір терісімді келесі енді бесінші қатарымыз узордың кромочныйды аламыз. Одан кейін жаңағы мына теріс тоқығанымызды шалып аламыз. Біреуін іліп аламыз. Теріс тоқимыз да оңды тоқымай келесі бізге ауыстырып аламыз, шалып. Терісті тоқимыз. Жіптеріңіз арғы бетінде тұрсын. Өйткені оң жақ беті ғой. Жіпті арғы бетке өткіземіз. Алдындағы теріс тоқыған оң жібімізді іліп аламыз. Келесінде терісті теріс тоқимыз, оң жіпті іліп аламыз. Дәл осылай терісті тоқимыз, оңымызды тоқымай келесі бізге ауыстырып аламыз. Шалып аламыз, терісті тоқимыз, оң. Дәл осылай тоқи бересіздер. Іліп аламыз. Соңында оңды іліп алдым. Одан кейін теріс тоқимыз. Одан кейін соңғы жібімізді оң тоқимыз. Бұл бізде бесінші қатар. Енді алтыншы қатарымызда мына жерде оңды тоқып аламыз. Алдындағы теріс қой, соны бірінші оңды тоқып аламыз. Терістің бергі бетіне жіпті өткізіп тұрып, теріс тоқылған жібімізді келесі бізімізге тоқымай іліп аламыз. Оң жіпті тоқимыз. Теріс тоқығанымызды іліп аламыз. Оң тоқылған жіпті тоқып аламыз да, теріс тоқылған жіпті шалып аламыз. Дәл осылай узордың аяғына дейін апарамыз. Соңғы жібімізді осымен узорымыз аяқталды. Узорымыз 6 қатардан.
6 қатарда. Енді келесі көк жібімізді алып узорымыздың бірінші қатарында оң тоқимыз. Барлық жіпті оң тоқып шығамыз. Оңды да терісті де бәрін. Узорымыздың бірінші қатары оң болады. Екінші қатарында теріс тоқылады. Үшінші қатарында узор жасаймыз. Төртінші қатарында жасаған узорымызды теріс тоқып узор бойынша тоқимыз ғой. Бірінші қатарымды тоқып алдым. Екінші қатарымызда узордың екінші қатарында теріс тоқимыз. Бірінші жіпті шалып аламыз. Басқа жібіміздің бәрін теріс тоқып шығамыз. Осылай. Соңына келдік. Теріс тоқып алдық. Енді жұмысымызды айландырып алдыңғы қатардағы узорымызды саламыз. Бірінші жібімізді іліп аламыз. Екінші жібімізді теріс тоқимыз. Үшінші жібімізді екі жіптің ортасынан бізімізді өткізіп, жіпті тартып, мына жақтан жіпті шаламыз және де мына жіпті тоқып аламыз. Теріс тоқимыз екіншісін. Одан кейін тағы жіпті екі жіптің ортасынан өткіземіз, жіпті тартып шығарамыз. Мына жақтан бір жібімізді іліп, мына жібімізді тоқып аламыз. Мен дәл осылай қызыл жібімнен 3 қатар, көк жіптен 3 қатар узор жасадым. Аяқ киімнің размеріне қарай. Сіздерде аяққа өлшеп отырып, егер аяғыңыз үлкен болса, тағы бір қатар узор қоссаңыз да болады. Кіші болса, кіші размерге тоқсаңыз, бір узорды кем тоқсаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауымен. Ол аяқтың размеріне қарай. Менікі 36-37 размерге келеді. Енді тоқылуына байланысты. Кейбірі қатты тоқиды, кейбірі жұмсақ тоқиды. Жібіңізге де байланысты. Кейбірі жіңішке жіппен тоқылады. Кейбірі жуан жіппен тоқылады. Онда да соны тоқып отырғанда аяғыңызға өлшеп отырып, аяғыңыздан мөлшермен алып тоқысаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Ол менің тоқыған размерімен тоқсаңыздар, біреуге үлкен болып қалуы мүмкін, біреуге кіші болып қалуы мүмкін. Сондықтан аяғыңызға өлшеп отырып тоқсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы келеді. Мен узорымның соңына да жеттім. Осы қатарда узорды көрсетейін. Содан кейін түсінбесеңіздер қайталап қарап, түсініп жаттап алсаңыздар, сол узорды қайталап, дәл осылай узорды тоқи бересіздер. Ал енді келесі қатарымызда жібімізді іліп алып, жаңа алдында теріс тоқылған жібіміз міне оң жатыр. Соны оң тоқимыз. Жаңа 3 жіптен жасаған узорымызды теріс тоқимыз. Оң 3 жібімізді бірге қосып, теріс. Оң 3 жібімізді біріктіріп теріс қылып алып отырамыз. Арғы бетінде өзі теріс тоқылған, мына бетінде оң көрініп тұр. Дәл осылай оң, теріс аяғына дейін тоқып шығамыз. Узорымызды аяқтадық. Енді келесі бетінде
Келесі қатар. Бұл бізде узордың 5-ші қатары. Теріс тоқыған жібімізді тоқып аламыз, теріс. Теріс тоқып аламыз, оң тоқығанымызды іліп аламыз. Теріс тоқимыз, оңды тоқымаймыз, келесі бізге іліп аламыз, шалып. Терісімізді тоқимыз, оңды іліп аламыз. Дәл осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Aldık. Şimdi uzorumuzun soңғы қатар. 6-ші қатар. Ол жерде оңды тоқимыз. Терісті іліп алып отырамыз. Оңымызды тоқыдық. Терісімізді жіпті бергі бетіне өзің жаққа келтіріп іліп аласыз. Оңды тоқисыз. Дәл осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мен узорымды аяқтадым. Міне 2 қатар тоқып алдық. Дәл осылай. Міне қызылдан 2 қатар қазір тоқып алдық. Бір қызыл, бір көк. Енді тағы да 2 қызыл, 2 көк. Барлығы сіздерге осы размермен болса, міне осылай, дәл осылай 3 қатар қызыл, 3 қатар көк тоқып алыңыздар. Мен 3 қатар қызылымды, 3 қатар көгімді тоқып алдым. Енді көк жібімізді алып тастаймыз. Көк жібіміз пока керек емес. Енді қызыл жібімізді алып, қызыл жібімізбен бір қатар оң тоқып шығамыз. Бір қатарымызды түгел оң тоқып шығамыз. Мына жібімізді астынан жасырып отырсаңыздар болады. Bir қатар оң тоқып шығамыз. Қызыл жібімізбен негізінде 2 қатар тоқимыз. Оң жағынан бір қатар, артқа айланып тағы бір қатарын тоқимыз. Бізде қазір сіздерде енді көп аз ба білмеймін, менде 27 жіп. Негізі мен 27 жіпке кеп тоқтағам. Сол 27 жіпті енді қазір 3-ке бөлетін боламыз. Оң тоқып алайық. Теріс жағынан да оң тоқимыз. Жібімізді айландырып, бірінші жіпті шалып, қалғаны түгелдей оң тоқимыз. Екі қатар оң тоқып алдым. Енді мынандай жанын тоқимыз. Мына жақ жанын, мына жақ жанын. Ол үшін мына жібімізді бірінші 9 жібімізді тоқып аламыз. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, жеті, сегіз, тоғыз. Бірінші жақ жанының 9 жібін тоқып алдық. Енді ортадағы менде 27 жіп қой общий. Соны 3-ке бөлдім. 2 жіп. 3 жіп.
бешеу, бешеу, 6, 7, 8, ortaдағы, ойбай, ортадағы 9 жібімді бекітіп алдым. Мына жақтан қарасаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жіп қалды. Осы 9 жібімізді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жібімізді тоқыдық. Енді ортасын шығарып алдық. Екі жағында. Енді екі жағындағы жіп 9 жіпті тоқимыз. Бірінші бір жағын, екінші жағын тоқимыз. Бірінші бір жақ бөлігін тоқимыз. Бір жақ 9 жіпті тоқимыз. Мына жақтағы жібіміз тұрады. Мынаны бір жағын тоқып аламыз. Дәл осылай ары бері тоқып 9 қатар тоқып алыңыздар. Ары бері осылай. Негізі тоқылуында 18 қатар. Мынандай платочный вязкамен санағанда 9 қатар болады. Он 18 қатар. Мынандай мен платочный вязкамен есептегенде 9 қатар тоқып алыңыздар. 9 қатар. 9 қатар тоқып алдым. Енді сәл өкшесін бұлай биіктетеміз. Ол үшін тағы да біз 5 жіп қосамыз. Оң жағынан қосамыз, сол жағынан тоқып отырамыз. Міне. Бірінші жіпті шалып аламыз. Екінші жіптің мына жанындағы жіптен алып тоқып аламыз. 2 жіп, 3 жіп. Ары қарай қалғанын оң тоқып отырамыз. Теріс жағынан тоқығанда жіп қоспаймыз. Теріс жағына тек қана тоқып аламыз. 5 жіп қосып 14 жіп болғанша тоқимыз. Тоғыз жіп еді, 10 жіп болды. Енді 11-шісін қосамыз. Бірінші жіпті шалып аламыз. Екінші жіптің жанындағыдан шығарып тоқып, енді 12 жіп болды. 3, 4, 11 жіп болса алып, 9, 10, 11 жіп. Теріс жағынан тоққанда қоспаймыз. Біздімізде 11 жіп.
2 жіп қостық. Енді қазір 3-ші жіпімізді қосамыз. Екінші жібімізден жіпті көтереміз. Бұлай тоқып алып 3 жіп. Сол теріс жағынан тоқып отырамыз осылай. Ешқандай жіп қоспаймыз. Не қоссақ та оң жағынан келеді қанда қосып отырамыз. Ай, оң жағынан қостық қой. Енді мына теріс жағы. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Енді 2 жіп қосамыз, 14 жіп болады. 13-ші жібіміз. Мына 14-ші жібіміз. Жіп қосамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 14 жібімізді қосып, 5 жібімізді қосып 14 жіп жасадық. Енді жіп қоспаймыз. Енді 6 қатар 3 платочный вязка қосамыз. Енді жіп қоспай тағы 6 қатар тоқисыздар. Сонда мына қатарымыз бар жоғы 18 қатар, 17-18 қатар болады. Мына жерде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 қатар тоқығымыз. Әзір тоқыдық міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 қатардық. Енді 17 қатар болып тоқимыз. Міне мен 17 қатар тоқып алдым. Енді ол өздеріңіздің аяқтарыңыздың өлшеміне қарай, бұл менің аяғымның өлшеміне осылай тоқыдым. Аяқтарыңызға өлшеп көресіздер, мынау аяқтарыңыздың үстіне келеді, мынау артқы өкшесіне дейін келіп өлшейсіздер. Менде просто манекен болмай тұр да, көрсетіп беретін. Мынандай аяқтарыңыздың басынан аяғына дейін арт жағына тағы тоқылады. Аяғыңыздың артына дейін осылай өлшеп аласыздар. Одан кейін қатардан жатасаңыздар, жаңа мен 9 жіптен
қалғанда міне мынау осы бойынша былай 1-2 қатардан шатасып жатсаңыздар, мынаумен санасаңыздар, мен 9 жіппен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 қатарды тоқыдым. Одан кейін 5 жіп қосып 14 жіп болды, 5 жіптен әрбір қатарға. Одан мен 14 қатар болғанша тоқтым. 9, 10, 11, 12, 13, 14 қатар. Одан кейін жіп қоспай 1, 2, 3 қатар тоқыдым. Сонда 17 қатар шықты. Енді сіздердің аяқтарыңыз өлшем үлкен болса, үлкендеу, ал кіші болса, кішілеу аласыздар. Аяқтың өлшеміне қарайсыздар бұл жерде. Мен өзімнің өлшеміммен просто түсінікті болу үшін қатарларын есептеп көрсетіп жатырмын. Так өздеріңіздің аяқтарыңызға өлшейсіздер. Кіші болса, мына 9 қатарды 7 қатар қып, одан кейін 14 жіпті, аяғыңыз кішілеу болса 12 жіпке арттырасыз. Одан кейін 1-2 қатар тағы артына әтем болып тұру үшін қосасыз. Бұл жерде енді жібімізді бекітіп, келесі жағын тоқып аламыз. Жібімізді бекітеміз, бұл жағымызды, жібімізді бұл жақта бекітіп, менің аяғым өлшеміне болды. Ал сіздерге сол әркім қалағанша бұл міндетті түрде менің саныммен емес, аяғыңыз үлкен болса. Бұл енді 36, 37 қатты нәрсе емес, ары созылады. 36, 37, 38-ге аяғы арық болса келе береді. Енді жіп қой. Негізінде 36, 37, 38 кетіндерге осы размермен тоқысаңыздар тура келіп қалады. Әркімнің аяқ өлшеміне байланысты. Сондықтан сіздер аз алуға болады жібімізді. Киім аздау алыңыз. Или аяғыңыз үлкен болса, тағы 1-2 қатар қосып жеріңіз. Тоқылуын білсеңіз, ары қарай жібіңізді арттыра бересіз, кеміте бересіз. Жерден жібімізді кесіп алып, енді келесі жағын тоқимыз. Мына басынан бастасақ, бізде 2 қатар оң болып, платочный вязка шықпайды. Біз жаңа мына жаққа келе жатып қайттық, неғымадық қой, сондықтан біз теріс жағынан бастаймыз. Оң жағынан бастасақ, арасында узорымыз өзгешелік болып кетеді. Өйткені біз мына жақтан қазір біз былай тоқып келдік қой, мына жақты тоқыдық. Ал енді біз мына жақтан тоқысақ, мына жеріміз узорымыз шықпай қалады, платочный вязка. Сондықтан теріс жағынан тоқыдық, теріс жағынан кеп тоқтадық қой. Түйіп алсаңыздар да болады, жіптің ұшын тарқатылып кетпес үшін. Мен арасында қосып тоқып жіберемін. Бұл қатарды да дәл осылай жаңағындай 9 қатар, 9 жіппен 9 қатарын тоқып аласыздар. Теріс жағына өткізіп, қиып тастаймыз. Дәл осылай жаңағы мына қатарымыз сияқты. Мынандай платочный вязкамен 9 жіппен 9 қатар тоқимыз. Одан кейін
мына жақ шетінен жіп теріс жағына соңына келгенде, ол жерге келгенде қазір тағы көрсетемін жіпті қалай қосу керек. Міне 9 қатар тоқып алдым. Енді бізге мына жағынан қосу керек болады. Жаңағыдай алдынан бірінші тоқымаймыз, соңынан қосамыз. Оң жақ қатары, міне оң жақ қатарынан. Соңында бір жіп қалғанда қосамыз, міне. Соңғы 8-ші жіпіміздің алдындағы жіптен көтереміз. Жіпті көтереміз, осыны тоқимыз іш жағынан. Оң жақ қатарымыздың соңына бір жіп қалғанда қосамыз. Теріс жағын тоқыдық, енді оң жағымыздан қосамыз. Соңғы жібіден қатар қосамыз. Бір жіп қостық, 10 болды. Енді 11-ші жібімізді қосамыз. Мына жіпті көтереміз. Дәл осылай арғы беті сияқты 5 жіп қосамыз. Соңына келдік. Мына жіпімізді көтереміз. Екі, үш, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дәл осылай тағы 2 жіп қосып аламыз. Дәл осылай 2 жіп қосып, одан жіп қоспай, біздімізде 14 жіп болады, жіп қоспай, тағы 6 қатар 3 платочный вязка қосасыздар. Дәл алдыңғы қатарды қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Дәл мына жағында мен 9 жіппен 9 қатар тоқыдым. Одан кейін 5 жіп қосып 14 жіппен 14 қатар тоқыдым. Ары қарай 3 қатар қосып алдым. Енді бұны бекітемін. Дәл осылай бекітіп шығыңыздар. Міне мен бекітіп алдым. Енді жібімізді қиып тастап, жерден жібімізді шығарып алып тастаймыз. Енді міне алдыңғы бөлігіміз дайын болды. Алдыңғы бөлігіміз. Енді біз жанын тоқимыз. Жанын, содан кейін алдын бәрін қосып жанын тоқимыз. Енді ол үшін мынандай
bir қатар көк светтен жүргізіп аламыз. Сіздерге мына бізбен ыңғайлы болса осымен тоқи беріңіздер. Мен аны носки тоқитын емес, аны шнурлы спицамен тоқимын. Біз жанынан енді басқа жіппен жіб аламыз. Жанынан тоқыламыз. Бір, екі, тарқатылып кетпес үшін бірде түйіп қойыңыздар. Екі, үш, төрт, бес, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mınadan әрқайсынан узордың қасынан 3 жіптен алып отырыңыздар. 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Өстіп сіздерде менде 46 жіп шықты. Сіздерде одан да көп жіп шығару мүмкін. Мына жерге дейін айландырып іліп аламыз. Мынау жанынан әкеп узордан алдымен қосып. Енді ортадағы 5 жіпімізді көтереміз. 1, 2, 3, қатты тоқылған, содан ыңғайсыз болады. 5 жіп. Енді жанындағы 46 жіпімізді көтереміз. 1, 2, 3, дәл осылай жанынан 46 жіп көтеріп алыңыздар. Дәл алдыңғы бөлігіндегі. Қырық алты жіп көтереміз. Мына узорлардан 3 жіп, мына узордан 3 жіп. Дәл осылай аяғына дейін 46 жіп көтеріңіздер. Мен екі жағынан 46 жіп, ортасынан 5 жіп іліп алдым. Енді 46 жіп деген қағида жоқ. Сіздерде размеріне қарай, қай размерге жібіңіз көп болады, аз болады. Енді осы көк жіппен бір іліп алдық қой, енді бір қатар тоқып шығамыз. Тек қана мынандай сәндеп узор сияқты салып шығамыз, бір қатар полоска. Дәл осылай оң тоқып, келесі бетіне дейін тоқып шығасыздар. Ең оңай узор. Тек қана платочный вязкамен тоқып шығасыздар. Арғада оң жағынан да, теріс жағынан да
оң тоқып отырасыздар тек қана. Дәл осылай оң тоқып ортасындағы 5 жібімізде оң тоқып мынандай мына бетіне дейін айландырып тоқып келіңіздер. Өз беттерімізбен тоқимыз. Айландырып мына бетіне шығардым бір қатар. Енді бұл жібіміз вообще керек болмайды, бұны қиып алып тастаймыз. Қазір сосын жасырамыз. Негізгі жібімізді аламыз. Мына тұрған ұшына жалғай саламын. Алдыңғы қиып тастаған жіпке соған жалғап қосып тоқи берсеңіздер болады. Жібімізді алдыңғы бастағандағы жіппен бекітіп қойсақ болады, сосын жасырып тастаймыз. Бұл қызыл жібімізді де оң тоқимыз. Дәл осылай айландырып 6 қатар платочный вязка 3 6 қатар тоқып аламыз. 1 2 3 қатар. Негізгі жүргеніміз былай 1 қатар 2 қатар 3 4 5 6 қатар тоқимыз ғой, бірақ платочный вязкада мынандайдан 3 қатар тоқимыз. Жанында 3 қатарымызды тоқып алдық. Енді ортадағы 5 жіпті тоқимыз, екі жағын қалдырып қойып. Ортадағы 5 жіпті тоқимыз. Біз табанымыз 15 жіптен болады. 1 2 3 4 5 жіпті оқыдық. Енді жұмысымызды айландырып он бес жіпке толтыруымыз керек. Сол үшін жанынан қосып аламыз. 2 3 4 5 жіп. Жанындағы жібімізден бір жіпті тоқып қосып аламыз. 6 жіп болды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6, жанынан жіп қосамыз 7. Он бес жіп болғанша өстіп. 10 жіп, 15 жіп болғанша біз көбейтіп аламыз. Жанындағы, екі жанындағы жіптен қосып отырамыз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8-шісі мына жерден қосамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу,
тау. Жетеу. 8. Мына жіптен қосамыз. 9. Дәл осылай мына ортадағы жібіміз 15 болғанша мына жақтарынан жіп қосып отырасыздар. Мен ортадағы 15 жіп жасап алдым. Солай жанынан қосып отырсаңыздар, басы бұлай кәдімгі носкилердің табаны болып әдемі болып шығады. Доп-домалақ болып. Енді бұл 15 жіпті, осы 15 жіппен бұлай табанын тоқып шығамыз до конца, аяғына дейін. 15 жібімізді енді көбейтпейміз де, азайтпаймыз да. Ендігі де бұлай жүргенде мына жақтан бір жіп қосып, 15-ші жібімізбен мына жіпті қосып отырамыз. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін, сіздерге де ыңғайлы болар. Мен бұлай. Мынандай бізге біраз жіпті іліп аламын. Өзіме ыңғайлы осылай. Қазір көрсетем қалай тоқу керек екен. Ана жіппен бұлай отырып тоқуға сіздерге ыңғайсыз болады. Жанынан қосып алғанда уақытыңыз көп кетеді. Бұлай осылай біраз жіпті бөліп аламын. Ыңғайлы болу үшін мен 3 бізге жасап алып, мына жағына тоқып келді. Құне 15 жіп болды. Енді осы 3 жіппен тоқып атсаңыздар ыңғайлы болады. Мен өзіме осылай ыңғайлы, сіздерге де ыңғайлы болар деп ойлап тұрмын. Енді 15 жібімізді тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, не 15-ші жібіміз. Не 15-ші жібіміз 2 бізге ауыстырып алайық, 2 бізбен. Мына 15-ші жібімізді жанындағы жіппен қосып, оң тоқып аламыз. Біздегі жіптен шатасамыз, санап отырып не. Жанындағы жіпті, енді 15 жіпті көбейтпейміз де, азайтпаймыз да, екі жанындағы жіпті кемітіп отырамыз. Бұлай шатасып қаламыз, мына жақтағыдан десеңіз, санап отырсаңыз болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ші жібімізбен жанындағы бір жіпті екеуін қосып, жанындағы жіптен кемітіп отырамыз. 15 жіпті ғана тоқып, аяғына дейін барамыз. Жұмысымызды айландырып, тағыз 15 жібімізді тоқимыз. 14-ін тоқып, 15-шісінде жанындағы жіптен біреуін қосып аламыз. Санап отырып тоқысаңыздар болады. Әйтпесе тоқып келгенде мән берсеңіздер өзі белгілі болады. Міне соңғы жіп, екеуінің арасында разница болады. 15-ші жібіміз қасындағы жанындағы жіптен біреуін қосып, екеуін біріктіріп бір жіп. Тек қана 15 жібімізді бұлай 15 жібімізді тоқып отырамыз. Тек қана жанынан жіптен кемітіп отырасыздар.
Дәл осылай. Соңында жібіміз біткенше кемітеміз. 14, 15-ші жібі міне. Жанындағы жіппен қосып екеуін біріктіріп тоқимыз. Дәл осылай міне жанындағы жіпті қосып алып, ортадағы 15 жіпімізді ғана айландырып тоқып, соңына дейін келеміз. Сонда екі жағындағы жібіміз табанымыздағы 15 жіпке қосылып кеміп отырады. Екі жағындағы жібін түгелдей тоқып алдық. Біздімізде 15 жіп қалды. Енді артқы бетін тоқимыз былай қарай, жоғары қарай. Ол үшін біз енді артқа қарай тоқып, оны тоқимыз. 15 жібімізді тоқып, соңында 13 жіп тоқып, соңында қалғанда 2 жіпті біріктіреміз. Соңында 2 жібіміз қалғанда 2 жібімізді біріктіріп тоқып алып, екі жібімізді осылай тоқимыз. Одан кейін жанынан жіп қосып отырамыз. Жанынан іліп аламыз. 15-ші жібімізді жанынан іліп аламыз. Дәл осылай тоқып, енді келесі жағында да соңында 2 жіп қалғанда 2 жібімізді біріктіріп екі жібімізді біріктіреміз. Біріктірдік. Енді 14 жіп болды, 15-ші жіпті жанынан іліп аламыз. Қайтадан кері айландырып, дәл осылай артқы бетін тоқып шығамыз. Соңында 2 жіп қалғанда 2 жібімізді біріктіріп, 14 жіп болады, 15-шісін жанынан іліп аламыз. Өстіп тоқып отырасыздар. Соңында 2 жіп қалды, 2 жібімізді біріктіріп, келесі жібімізді солай тоқып, мына жерге дейін біріктіріп тоқып бекітеміз. Мына жерге дейін тоқыдым. Бұл жерде біз бұл неде тігіс тікпейміз. Мына жерден тігіссіз, мына жерден екі жағынан алып, бір жіптен алып бекітіп, мына жағынан бекітіп алдым. Енді мен бір қатар үстінен крючокпен бір қатар бүйтіп айландырып жүріп шығам. Сіздер де сөйтіп айландырып жүріп қойсаңыздар болады. Беті тегіс болып тұрады, үстіңгі қатар. Біткен жерім, мына бітірген жерден ары жалғастырып, без накид крючокпен әрбір тесіктен бүйтіп алып отырып. Алдыңғы тоқыған әрбір тесігінен осылай алып, крючокпен бір қатар айландырып, мынау сияқты. Мынадай бүйтіп бір қатар крючокпен бүйтіп жүріп шықсаңыздар болды. Осылай следигіміз дайын болады. Дәл осылай следигіміз дайын болады.